әдебиетке шолу бұл теорияларды сән үшін жазу емес. Біріншіден менің ойымша сіздің жұмысыңызға бұл тірек, теориялар сіздің жұмысыңыздың негізі. Сосын екіншіден бұл анау сіздің жасайтын, жинайтын дерекке бұл рама бір шекара сияқты да. Сіз әдебиетке шолудан не анықтайсыз? Зерттеудің ақтаңдағын, зерттелінбеген тұсын анықтайсыз да. Сол тұсты толтыру сіздің ғылыми жаңалығыңыз болады. Сіздің ғылымға қосқан үлесіңіз осы әдебиетке шолудан анықталған зерттелінбеген тұсты толтырудан басталады. Ертең сол ғылыми қорғауға шыққанда сіз осыны қостым деп айтасыз да. Және бүкіл сіздің зерттеуіңіз ертең дерек, талдау осы зерттелінбеген тұсты толтыруға бағытталады. Соны айтып өтсеңіздер, қалай міне әдебиетке шолудан дерек жинауға, талдау әдісіне қалай жаңағы қадам жасаймыз? Жалпы әдебиетке шолуды қарапайым тілмен түсіндірейікші алдымен да. Әдебиетке шолу ол сізге дейін қандай жұмыстар жасалды? Қарапайым тілмен айтқан кезде, біздің салада солай, мысалы үшін сізге дейін қандай жұмыстар жасалды, қандай архитектуралар бар, оларды қандай есептерге қолданды, сосын локалдық тұрғыдан осыған қатысты қандай есептер шешілді, сол есептердің қандай тұстары шешілмеді, қандай тұстары шешілді, болмаса сіз оны мысалы үшін қай жағынан келіп шешейін деп едіңіз. Ол жерде негізінде әдебиетке шолуды қарапайым түсінудің жолы осы.